Есемсіз көрермен, біз үйден тікелей эфирде хабар таратуды әрі қарай жалғастыра береміз. Бүгінгі күннің басты жақсы жаңалықтарының бірі, елімізде коронавирустан жазылып шыққандардың саны 15-ке жетті. Олардың ішінде 13 адам Нұр-Сұлтан қаласында болса, тағы 2 адам Алматы қаласында. Бүгін таңертең Нұр-Сұлтан қаласының қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының басшысы Сәуле Қисықова осы елордада 12 адам үйіне жіберіледі деп хабарлаған болатын. Қазір міне түстен кейін олардың саны тағы бір адаммен қосылып, нәтижесінде 15 адам үйге жіберіледі. Жалпы айта кету керек, осы айығып шыққан адамдар үйде әрі қарай 14 күн ішінде, яғни 2 апта карантинде болуы тиіс. Дәрігерлер осы уақыт ішінде олардың денсаулығын өздерінің назарында ұстайтын болады. Айта кету керек, бүгінде еліміз бойынша осы індетті жұқтырғандардың саны 200-ден асты. Бұл ресми дерек. Жалпы мамандар бүгінгі таңда осы әлем халқын дүр сілкіндірген қауіпті вирустан қорғанудың бірден-бір жолы үйде қалу, яғни оқшаулану деп отыр. Қазіргі таңда бүгіннен бастап осы еліміздің ірі мегаполистерінде карантиндік режимді одан әрі қатаңдайту шаралары енгізілді. Яғни алдағы уақытта көшеде бейберекет жүруге тыйым салынады. Тек қажетті жағдайда, оның ішінде азық-түлік алуға және дәріханаға ғана баруға рұқсат беріледі. Ал жұмыс барысымен жұмысқа бару қажет жағдайда сіздің қолыңызда арнайы рұқсат қағазы болуы керек. Сонымен қатар 65 жастан асқан егде жастағы қарияларға да көшеге шығуға тыйым салынады. Енді бұл жағдайда қазір медицина қызметкерлерінің, дәрігерлердің еңбегін ерекше атап өткен жөн. Олар осы індеттің әрі қарай таралмауы үшін күні-түні кірпік қақпай жұмыс істеуде. Сондықтан олардың еңбегін бағалайық, өз үлесімізді қосайық. Ол үшін бар болғаны сіздің үйде қалуыңыз маңызды. Үйде отырыңыздар, тазалық шараларын сақтаңыздар, аман болайық. Жақсы жаңалықтармен жүздескенше.